Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода құқық негіздері пәнінен 3-ші тоқсанға арналған БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: құқықтық жағдаяттарды талдап, әкімшілік жауапкершілік түрлерін анықтаңыз дейді. Бірінші жағдаят: азамат А ойын-сауықтан оралған соң пәтеріне кіріп, теледидарды қосып, дауысын жоғарылатты. Сол кезде уақыт 00:35 сағат болатын. Мұны естіген көршілер келесі күні полицияға арыз берді. Азамат А әкімшілік құқық бұзушылық жасады ма? Азамат А әкімшілік құқық бұзушылық жасады. Себебі ол көршілерінің түнгі уақыттағы тыныштығын бұзды. 22:00-ден таңғы сағат 09:00-ге дейін уақыт аралығында тыныштықты бұзу әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады. Екінші жағдаят: жолаушы Б пойыз вагонының ішінде шылым тартып тұрған жерінен көлік полиция қызметшілері ұстап алады да әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде хаттама толтырады. Ол әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің қай нормасын бұзды деп ойлайсыз? Жолаушы Б Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 571 бабы бойынша тасымал ережесін бұзды. Үшінші жағдаят: азамат С аңшылықпен айналысатын. Ол үйіне келгенде мылтықты шкафтың ішіне қоя салды. Сол қойғаннан бері 1 жылдай уақыт өтті. Учаскелік инспектор рұқсат қағаз бен қаруды тексеру кезінде мылтықты көреді. Азамат С әкімшілік құқық бұзушылық жасады ма? Азамат С әкімшілік құқық бұзушылық жасады. Себебі аңшылық қаруды сақтаудың арнайы ережелері бар. Мылтықты қауіпсіз жерде сақтауы керек еді. Қару қалыңдығы 3 мм-ден кем болмайтын сейфте тұру керек. Төртінші жағдаят: 15 жастағы Д мектепте өзінің досын жаман сөздермен қорлап айтты. Мұны байқаған мектептің күзетшісі мен сынып жетекшісі 15 жасар Д-ны мектеп директорына алып барады. 15 жасарды қандай құқықты бұзды? 15 жасарды басқа адамды қорлап, оның ар-намысы мен қадір-қасиетін бұзды. Ұсақ бұзақылық орын алды. Келесі екінші тапсырма: Қазақстан Республикасы неке және отбасы заңының 70-ші бабынан берілген үзіндіні оқып, жағдаятты талдап берілген сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бізге 70-ші бап берілген: ата-аналардың баланы тәрбиелеу және оған білім беру жөніндегі құқықтары мен міндеттері. Біріншісі: ата-аналар өз баласының денсаулығына қамқорлық жасауға міндетті. Екіншісі: ата-аналардың өз баласын тәрбиелеуге құқығы бар және осыған міндетті. Үшінші: ата-аналар баласының міндетті орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті. Азаматша Т қызын секталардың жиналысына баруға мәжбүрлеп, дінге қатыстырады. Онда ол салт-жораларды ұстанып, бірнеше сағат бойы дұға ету талаптарын міндетті түрде орындау керек. Сонымен қатар азаматша Т мектеп қызына ештеңе бермейді деп санап, қызының сабаққа баруына тыйым салады. Бұл жағдайға алаңдап, Т-ның күйеуі заңгерден кеңес сұрайды. Астында бізге сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға жауап беру керек. Анасы қызының қандай құқықтарын бұзған? Ең бірінші, анасы қызының таңдау құқығын бұзып тұр. Екінші, жалпыға бірдей орта білім алу құқығын бұзды. Қай мемлекеттік орган бала құқықтарын қорғайды? Қазақстан Республикасының бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты. Баланың құқығын қорғайтын құжатты атаңыз. Бала құқықтары туралы конвенция. Заңгер ретінде 2 кеңес беріңіз дейді. Менің заңгер ретінде бірінші кеңесім: анасымен жұмыс істеп, дұрыс нұсқаулық беру. Екінші кеңесім: анасын ата-ана құқығынан айыру. Соңғы үшінші тапсырма: кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты құқық нормаларын талдаңыз. 2017 жылдың 10 маусымында А-ның анасы өзінің көршісімен ауызша келісіп, 2003 жылғы баласын көршісінің дүкеніне квас сатушы ретінде жұмысқа алуын сұрайды. Жұмыс беруші жұмысқа ол таңертең 9-да келіп, кешкі 8-де қайту керектігін айтады. Азамат А сол күні бірден жұмысқа қабылдайды.
еңбек құқығы бойынша заң бұзушылық бар ма? Қандай заң бұзушылықты байқадыңыз дейді. Аптасына 24 сағаттан көп жұмыс жасауын байқадым мен. Заң бойынша дұрыс жауабы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 60 бабына сәйкес 14-15 жастағы азаматтар аптасына тек 24 сағат жұмыс істей алады. Тағы да еңбек келісімшартынсыз жұмыс жасау заң бұзушылығын байқадым. Заң бойынша дұрыс жауабы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 31 бабына сәйкес 14-15 жастағы жасөспірімдер еңбек келісімшартын жасауға құқылы. Кәмелетке толмағандардың қандай еңбек құқығы бар? Кәмелетке толмағандардың бірінші еңбек құқығы денсаулығына зиян келтірмейтін, ауыр және қауіпті жұмыстарды істемеуге құқығы бар. Екінші құқығы аптасына тек 24 сағаттан аспайтын уақытта жұмыс істеуге құқылы. Осымен бір жұмыстары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.